Бұл видеоны 18 жасқа толмаған көрермендерге, жүкті әйелдерге және сезімтал жандарға көруге ұсынылмайды. Ал қалған батыл қара із кесушілер сіздерді шынайы қылмыстық оқиғалардың бірі күтеді. Бастамас бұрын қара із арнасына жазылып, видеоны қолдап, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды. Егер жазылып лайк басып үлгерсеңіз, онда бастаймыз. 1979 жылы дүниеге келген Мэрилин Цинк Уильямс күйеуі Нил Уильямспен ұзақ жыл ресми некеде тұрды. Ерлі-зайыптылар 7 жастағы Девон мен 3 жастағы Янды тәрбиелеп өсірді. Нил жұмыс істемейтін, үй шаруасымен айналысып, балаларды тәрбиелейтін, ал отбасының негізгі табысын Мэрилин тауып жүрді. Соған қарамастан Нил жанұясының бақытты болуы үшін бар күшін салатын. Оның ерекше әуестігі қылыш жинау еді. Бірақ дәл осы әуестік кейін қандай қайғылы оқиғаға себеп боларын ол мүлде білген жоқ. Уильямстар отбасы Лос-Анджелестің тыныш әрі ауқатты Роуленд Хайтс ауданындағы үйінде тұрды. Бұл аудан қымбат жылжымайтын мүлкімен, тұрғындарының жоғарғы табысымен және қолайлы экологиясымен танымал болған. Отбасының достары Мэрилин күйеуі мен балаларын жақсы көреді деп сенді. Алайда олардың кейбірі мектеп кезінде оның Джон Грегори есімді жігітпен ұзақ уақыт кездескенін білетін. Екеуінің жолы екіге айырылғанымен Мэрилин Джонға деген сезімін ұмытпаған еді. Ол бұл туралы достарына жиі айтып жүретін. Шын мәнінде Уильямстардың отбасылық өмірі сырт көзге көрінгендей мінсіз болмады. Ерлі-зайыптылар күн сайын ұсақ-түйек мәселелер үшін жанжалдасатын. Нил әйелінен жиі қарыз ақша сұрайтын. Уақыт өте қаржы мәселесі олардың арасындағы басты келіспеушіліктің біріне айналды. Мэрилиннің жүктілігіне байланысты Нилдің қысымы мен тұрмысқа шыққаны туралы әңгімелер тараған еді. Нил тұңғыш ұлының некесіз дүниеге келуін қаламаған. Жақындарының айтуынша дәл осы мәжбүрлі неке Мэрилинге өзін тұзаққа түскендей сезіндірген. Ол бұл қарым-қатынастан бақыт таппады және тек ажырасқан жағдайда ғана жаңа өмір бастай алатынына сенді. Көпшілік мұндай жағдайда ажырасуды немесе екі жаққа кетуді таңдар еді. Бірақ Мэрилин мүлде басқа жолды таңдады. 2007 жылдың жазы келгенге дейін Уильямстар отбасы барлық қиындықтарға қарамастан қалыпты өмір сүріп жатқандай көрінді. Алайда сол жылдың маусым айында Мэрилин мектептегі бұрынғы жігіті Джонмен қайта байланыс орнатты. Екеуі бірнеше рет кездесіп, жастық шақтарын еске алып, болашақта қайта бірге болуы мүмкіндігін талқылады. Дегенмен Джон Мэрилиннің әлі де тұрмыста екенін қабылдай алмады. Сондықтан жағдай күрделеніп, кетпес үшін арадағы байланысты уақытша тоқтатуды ұсынды. Бірақ егер Мэрилин күйеуімен айырыласса, олардың қарым-қатынасын қайта жалғастыруға дайын екенін жеткізді. Джонның айтуынша, Мэрилин бұл сөздерді сабырмен қабылдаған. Алайда 2007 жылдың 7 тамызына қараған түні бәрі өзгерді. Ол өзінің жаңа өмір бастауына кедергі болып тұрған отбасынан құтылуға бел буды. Бүгінге дейін мамандар бұл әрекеттің аяқ астынан болған эмоциялық күйзелістен бе, әлде психикалық дерттің салдарынан ба деген сұраққа нақты жауап бере алмай келеді. Сол кеште үйіне оралған Мэрилин күйеуімен тағы да ақша мәселесіне байланысты жанжалдасты. Түнде отбасының барлық мүшесі ұйықтап жатқанда, әйелі резеңке қолғаптарын киіп, балалары жатқан бөлмеге беттеді. Алдымен ол кіші ұлының төсегіне жақындап, жастықпен оның аузы мен мұрнын жауып, тынысы тоқтағанша қылқындарды. Кейін дәл осындай тағдыр үлкен ұлының да басына түсті. Балаларын өлтіргеннен кейін Мэрилин компьютеріне отырып, достары мен Джонға бірнеше хабарлама жіберді. Артынша ештеңе болмағандай, достарымен кездесуге барып бірге уақыт өткізді. Ал сол сәтте үйде ештеңеден бейхабар Нил ұйықтап жатқан еді. Ол балаларының қаза тапқанын да көп ұзамай өзінің де соңғы сәті келетінін білмеді. Үйіне оралған Мэрилин қайтадан қолғаптарын киіп, күйеуінің қылыштарын коллекциясындағы ең өткір катананы алды. Ұйықтап жатқан Нилге қайта соққы жасай бастады. Самурайлардың дәстүрлі қылышы катана оның денесіне ауыр жарақаттар салды. Сот медициналық сараптаманың қорытындысы бойынша Нилдің денесіне 90-нан жарақат анықталды. Бұл аса қатыгез шабуыл еді. Енді Мэрилиннің ойынша жаңа өмір бастауына ешкім кедергі келтіре алмайтын. Күйеуі де, балалары да енді оған бөгет болмайды. 3 адамды өлтіргеннен кейін әйел жоспарын жалғастырды. Қанға боялған киімдерін жойып, сыртқа жүгіріп шығып, көршілерінен көмек сұрап,
айқайлай бастады. Біреу менің отбасымды өлтіріп кетті дегендей. Оның жанұшыра шыққан дауысын жақын маңдағы көршілер естіді. Полиция мәліметінше, оқиға орнына бірінші болып отбасының жақын досы әрі көршісі Франсис Серда келген. Дәл сол әйел Нил мен 2 баланың жансыз денесін көрді. Көп ұзамай оқиға орнына полицейлер жетті. Полицейлер бұл көріністі көргенде абдырап қалды. Уильямстердің үйі қорқынышты фильмнің көрінісіндей еді. Нил жатқан бөлменің қабырғалары түгел қанға боялған. Алғашында бәрі сәтсіз аяқталған қарақшылық шабуылға ұқсап көрінді. Бірақ полицейлер есіктің бұзылған іздерін таппады. Бұдан бөлек балалардың денесінде ауыр жарақаттардың болмауы, ал әкесінің аса қатыгездікпен өлтірілуі тергеушілерге күмән туғызды. Барлық дәлелдерді саралаған детективтер бұл қылмысты отбасыға өшпенділігі бар адам жасаған деген қорытындыға келді. Тергеу барысында Мэрилин өзін ештеңе болмағандай ұстады. Ол үйіне азық-түлік дүкенінен оралғанда күйеуі мен балаларын өлі күйінде тапқанын айтып, өз нұсқасын жеткізді. Алайда ісі ашу оңай болған жоқ. Тергеушілердің қолында тек тірі қалған жалғыз адамның сөзі ғана болды. Тергеу тығырыққа тірелді. Мэрилинге қарсы нақты айғақ табылмағандықтан полицейлер басқа бағыттарды тексере бастады. Бірақ Нилдің мінез-құлқы бәрін қиындатты. Ол көршілермен жақсы араласатын, ешкіммен араздығы жоқ. Өте сабырлы әрі сыйлы адам ретінде танылған. Сондықтан оның мұндай қатыгездікке баратын жауы болуы екіталай көрінді. Бірнеше күнге созылған мұқият тергеуден кейін детективтер маңызды дерекке қол жеткізді. Олар Мэрилиннің басқа ер адаммен жасырын қарым-қатынаста болғаны анықтады. Алғашында жауап алу кезінде Джон бұл байланысты жоққа шығарды. Бірақ кейін ар-ұяты жеңіп, болған жағдайдың бәрін полицейге айтып берді. Тергеушілердің пікірінше, дәл осы көңілдесі Мэрилиннің қылмысқа баруына негізгі себеп болған. Жиналған жанама дәлелдер оның үстіндегі күдікті бұрынғыдан да күшейтті. Соның нәтижесінде Мэрилинге 3 адамды қасақана өлтірді деген айып тағылды. Бірнеше айдан кейін сот процесі басталды. Сотта туыстары мен жақын достарының куәліктері тыңдалды. Сот барысында Уильямстер отбасының туыстары, достары мен таныстары жауап берді. Куәгерлердің басым бөлігі ерлі-зайыптылардың арасында жиі жанжал болатынын айтты. Мэрилиннің достары оның некесін мәжбүрлі шешім деп санайтынын және мектептегі алғашқы махаббаты Джонға деген сезімі әлі де сөнбегенін бірнеше рет айтқанын еске алды. Осылайша куәгерлердің айғақтары айыптаушы тараптың негізгі уәжін күшейтті. Тергеушілердің пікірінше, Мэрилин күйеуі мен 2 баласын басқа ер адаммен жаңа өмір бастау үшін өлтірген. Айыптаушы тарап жиналған дәлелдердің жеткілікті екенін мәлімдеді. Олардың айтуынша, Мэрилин жеке басының мүддесін бәрінен жоғары қойып, өз отбасының көзін суыққанды түрде жойған. Ал қорғаушылар керісінше пікір білдірді. Олар қылмыс жасалған сәтте Мэрилин ауыр психологиялық және эмоционалдық күйзелісте болғанын алға тартты. Барлық дәлелдер тыңдалғаннан кейін алқа билер жасасы мәселесінде ортақ шешімге келе алмады. Алайда олардың ешқайсысы Мэрилиннің кінәсіне күмән келтірген жоқ. Кейін қорғаушы тарап кінәні толық мойындау туралы мәлімет жасауды ұсынды. Бұл жағдайда Мэрилин өмір бойына бас бостандығынан айырылып, мерзімінен бұрын босату құқығынан айырылатын еді. Бірақ прокурорлар мұнымен келіспеді. Олар бұл қылмыстың аса қатыгездікпен және алдын ала ойластырылып жасалғанын айтып, бұдан да қатаң жаза талап етті. Сондықтан 2010 жылы жаңа алқа билердің қатысуымен қайта сот процесі өтті. Ақырында 2012 жылы өткен соңғы сот үкім жарияланды. Мэрилин сот залына қызғылт сары түрме киімімен әкелінді. Қолына кісен салынып, беліне шынжыр тағылған болатын. Сот барысында ол басын төмен түсіріп, ешкімге қарамастан үнсіз отырды. Судья оның өмірінің қалған бөлігін Калифорния штатындағы орталық әйелдер түрмесінде өткізіп, өзіне тағайындалған өлім жазасын күтіп отыратын мәлімдеді. Осылайша күйеуі мен 2 баласын өлтірген Мэрилин ақш-тың қазіргі тарихында өлім жазасына кесілген 20-шы әйел атанды. Осымен бүгінгі оқиға аяқталды. Егер де осындай шынайы қылмыстық оқиғаларды жіберіп алғыңыз келмесе, арнамызға жазылып, бейнеге лайк басуды ұмытпаңыз. Қолдауларыңыз бізге жаңа әрі қызықты True Crime оқиғаларын дайындауға үлкен мотивация береді. Келесі кездескенше.